Ал енді мысалы айди, қолдар деген сөзді қуа деп түсінуі, бұл да сахабаларымыздан келген нәрсе. Біз ойдан алған жоқпыз оны. Фи тафсири Ибн Джари фи қаулихи таала «Вассама банайнаха би айдин, ва инна лаху ламусиғун». Біз аспанды дейді, қолдарымызбен тұрғыздық дейді. Қол деген сөз келді, Құдайдың қолы бар дейді. Ол деген сол жердегі ят деген сөзге не деп тәпсір берді? Яқулу таала «Вассама рафағнаху сақафан би қуатин» деген. Ибн Аппастан келеді. Би қуатин деген, яғни біз күшімізбен, құдіретімізбен тұрғыздық деген мағынада келеді. Мысал айтады: حدثني علي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. ибн Аппастан келеді тағы. قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. Біз аспандарымызды айдерімізбен, яғни қолдарымызбен дегенде. Әй би қуатин, күшімізбен деген. Онда тәуил жасаушы, Құранға астарлы ұғым беруші Матруди мен Ашқари сенім мектебі адасқан болса, тәуил жасағандық үшін, онда сахабалардың тәуилін қайда жібереді? Онда мүмкін сахабаларды да адасқан деп айтатын шығар. Сондықтан ол салаф салихтарымыздан келген жолды, ұстанымды, оны өзгерте алмайды ешкім. Алла тағала айтады: «Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун». Бұл Құранды біз түсірдік, және оны қияметке дейін қорғаймыз деген. Қиямет таяғанға дейін Алла тағала ол Құранды қорғайды. Яғни дұрыс сенімді де қорғайды, дұрыс шариғатты да қорғайды. Сондықтан ешкім өзгерте алмайды оны. Бұл бір сахабамыздан, табиғинан келтіріп атқан біздің бір мысалымыз ғана. Оның астарында қаншама имамдардың, Ахмад ибн Хамбалдардың, имам Маликтердің бәрін біз қазір келтіреміз. Ол ешқандай бір жаңалық емес. Мысалы, Тауиліл имам Ахмад. Имам Ахмад Хамбали мазхабының негізін қалаушы. Мысалы, келу дегенді мысалы құдіреті деп түсіндірген. Мысалы айтады: «Ваджа раббука уәл малакун саффан саффа» дейді. Раббың келгенде періштелер сап-сап деген кезде, міне көрдің бе? Раббың келеді, періштелер сап-сап болады дейді. Сол жерде келу деген сөзді қалай түсіндірген? Мысалы, кімнің жаңағы біз Ахмад ибн Хамбалдың тәпсіріне сүйенетін болсақ, бүйдеп айтқан, имам Байхақи келтіреді бұны, риуаятын. Манақибіл Ахмад, Ахмад ибн Хамбалдың қасиеттерінен деген еңбегінде, яғни о кісінің жаңағы мінез құлқына қатысты, ерекшеліктеріне қатысты Манақибі Аби Ханифа, Манақибі Шафиғи деген сияқты кітаптар жазылған. Сол жерде келтіреді. Санатымен келтіреді дейді. Яғни әл-имам Ахмад былай деп айтқан естідім дейді. Яқулуды: «Яхтаджу алайя яума изин». Яғни яума нузиру фи дари амирил муъминин фақалу таджиу суратул бақара. Яғни Бақара сүресі келеді қияметтің. Ва таджи сурату табарак келеді деген ұғымда, яғни Алланың әмірі келетін. Инна лахум дейді. Фақалту лахум иннама хуа сауаб. Яғни Бақара келеді, Әл-Ғимран келеді деген кезде Бақара сүресі келмейді бұлай. Бақара сүресінің сауабы келеді, Әл-Ғимран сүресінің сауабы келеді деген ұғым шығады дейді. Сол сияқты бұл жерде Алланың әмірі келеді деп түсіндірген. Ал енді тәуилі имам Бұхари. Имам Бұхаридің тәуилі бар. Ад-дахка бир-рахма. Дахик деген араб тілінде қазақшаға аударатын болсақ, күлу дегенді білдіреді. Осы хадисті негізге алушы жаңа біздің бауырларымыз салафит. Алла тағала күледі дейді, бірақ біздікі сияқты емес, өзіне жараса дейді. Ал енді бұны имам Бұхари қалай түсіндірген? Фил асма ва сифат лил Байхақи дейді. Анил Бұхари қала мағна дахи ар-рахма. Имам Байхақи өзінің асма ва сифат кітабында келтіреді. Имам Бұхари дахи күлді деген сөзді Алланың рахымы деп түсіндірген. Алла күледі демеген, Алла рахым етуші деп түсіндірген. Бұхари тәуил жасады ма? Жасады. Имам Ахмад ибн Хамбал жасады ма? Жасады. Ибн Аппас жасады ма? Жасады. Бізге қандай айып? Тәуилі Хасан басри. Хасан басриді табиғин, бұл кісі кибар табиғин, 100-ден астам сахабаны көрген адам. Мысалы, хатта ядағул джаббару фиха қадама.
Яғни жаңа пайғамбарымызда келген хадис, Алла тозақ дейді, сұрауын тоқтатпайды, Алла тағала қадамын қойғанға дейді. Қадам деген араб тіл сөзінде табан деген ұғымды білдіреді. Осы хадисті тікелей қабылдайды да, бауырларымыз не дейді? Алла тағаланың табаны бар, сол табанын тозаққа қояды, сол кезде тозақ берерің бар ма деген сұрауын тоқтатады деген сөз. Бұған жаңа Хасан аль-Басри қалай деп? Әй мимман сабаға фи ғилмихи аннаху мин ахлин нар. Яғни Алла тағала қанша адамның тозақы болатын. Өйткені Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтқан ла амла анна жаханнам деген. Біз жаңағы тозақты толтырамыз деген. Құранда Алла тағала айтқан жоқ, мен қадамымды қоямын. Сондықтан қадам деген сөз оны жаңағы Алланың іліміндегі деп имам Хасан аль-Басри тәпсір берген. Ал енді одан кейінгі жаңағы дәлел келтіретін болсақ, Тауили ибн Жарир ат-Табари ең алғашқы тәпсір жазған адамдардың бірі. Имам ибн Жарир ат-Табари. О кісі де тауил жасаған. Тауил жоқ дейді. Қалай жоқ ол? Тауили ибн Хиббан. Ибн Хиббанның да тауилін келтіреді. Мысалы, сүммәстауа иләс-сама, кейін аспанға истауа етті деген кезде, әй ақбала деген ұғымда берген. Яғни аспанды жаратуды қалады деген ұғымда тәпсір жасаған. Сондықтан бұл жаңағы тәуил жасау, олардың бірінші жаңағы тәуилді жоққа шығару бір негіздерінің бірі. Ерекшеліктер сол. Ал енді ол тәуил жасау, ол ойдан шығарылған нәрсе емес. Біз өзіміз айтып отырғандай, бұл жаңағы сахабаларымыздан, табиғиндарымыздан, ғұламаларымыздан келген нәрсе. Мысалы, тәуилі имам Малик рахимахулла, имам Маликтің тәуиліне тоқталатын болсақ, ол кісі пайғамбарымыз Раббыларың түннің 3/1 түседі дегенде, янзилу деген сөзге Алла түседі, өзіне жараса деген жоқ. Не деді? Әй, Алланың әмірі түседі деді. Маликтен келеді, қалады, ятаназзалу Раббина табарака ва тағала әмру. Яғни Алла тағала өзінің әмірін, бұйрығын түсіреді дейді. Сондықтан бұл аяттардың барлығын тікелей қабылдап алып, жаңағы өздерінікінен басқаның барлығын адасуға шығармау керек. Сондықтан бұл біздің астарлап түсіндіруіміз, немесе оның мағынасын Аллаға тапсыруымыз, бұл негізгі біздің салаф солихтарымыздың ахлу сунна вал жамағаның ұстанымы.